Ноланның Оппенгеймері ғасырдың үздік фильмі деп айтсам қателеспейтін шығармын. Әлемнің кассалық фильмдерінде әр рейтингі бойынша екінші орынға жайғасты. Қаңтардың 8 күнінде Алтын глобус сыйлығында Роберт Оппенгеймердің биографиялық фильмі 8 номинацияның 5-еуін жеңіп алды. Оскар сыйлығында да топ жарды. 96-шы Оскарда 13 номинацияға ілініп, оның 7-еуін жеңіп, осы жылдың рекордын қойды. Әлемдік киноның аңыздары Кристофер Нолан, кіші Роберт Дауни, Киллиан Мерфи өздерінің алғашқы Оскарларын жеңіп алды. Атом бомбасы қазақ халқы үшінде алыс тақырып емес. Семей полигоны жайлы білетін шығарсыз. Совет үкіметінің қол астында 1949-1991 жылдар аралығында көп жапа шекті. Егер салыстырсақ, Семейде 470 сынақ жарылысында 2500 мегатонна энергия бөлінсе, күншығыс елі Жапониядағы жарылыста 30 мегатонна болған. Егер фильмдегі Лос-Аламос пен Семей полигонын салыстыратын болсақ, американдық зертхана елді мекендерден қашықтықта өткізілсе, ал Семейдегі сынақтарда адам өмірі мен тағдыры Кеңес одағы үшін мүлдем қызық болмады. Бірақ екі жағдайда бір нәтиже – миллиондаған адамдардың өлімі. Семей полигонының маңайындағы тұрғындары әлі күнге дейін зардап шегуде. Ғалымдардың айтуы бойынша, радиацияның кетуіне 3 ғасырдай уақыт керек. Осыған орай сіздерге Семей полигоны жайлы фильмдер көруге кеңес беремін. I believe we did.